Формулалар бойынша есептеу тақырыбындағы видео сабағымды бастайын. Әдеттегідей қысқаша теорияларға көз жүгіртіп кетейін, одан кейін әрине есептер шығару арқылы қалай екенін көрсетілетін болады барлығы. Формулалар, яғни математикада ережелер әріптері бар теңдіктермен жазылады. Кейбір ережелер әріптері бар теңдіктермен жазылады. Мұндай жағдайда ережені формуламен жазылған дейміз. Мысалы кеттік. Бірінші, тік төртбұрыштың периметрінің формуласы. Мынау бізде қандай фигура? Тік төртбұрыштың периметрі. Ал бұл периметр дегеніміз барлық қабырғаның қосындысы. Мұнда жалпы анықтамасын жазып қойған, яғни периметр жазықтықтағы геометриялық фигуралардың барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Мысалы, мына жерде тік төртбұрыштың барлық қабырғасының қосындысы. Мынау А, мына қабырғасы да А, мына қабырғасы да мына Б, онда мына қабырғасы да Б. Тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең болады. Бірінші тапсырма, тік төртбұрыштың периметрін табыңдар. Тік төртбұрыштың А ұзындығы, Б ені. Онда бұнда периметрді қалай табамыз? А 6-ға тең болса, мұнда Б 4-ге тең болса, онда 6 мен 4-ті қосып 2-ге көбейтеміз. Ол қайдан қалай шықты? Өйткені 2-ге көбейткен себебіміз, мұнда бір А бар, мұнда бір А бар. А-ға А-ны қоссақ, бізде 2А. Мұнда да солай, Б-ға мына Б-ны қоссақ, 2Б. Сонда мен оны А мен Б-ны қосып 2-ге көбейте саламыз. Мұнда да солай, мысалы 6 мен 4-ті қоссақ 10, мұнда 20 периметр. Мұнда да сол, яғни мұнда көрсеткен, өзің тексер дейді. 2-ге көбейткен, жана 2 ұзындығымен ен қосып көбейтіп отырған. Яғни бұдан шығатын формула, міне П тең 2А қосылған 2Б. Немесе, яғни 2 көбейткішті жақшаның сыртына шығарып жіберген, яғни көбейтудің үлестірімдік қасиетін керісінше жасағанында. Мұндағы П тік төртбұрыштың периметрі А ұзындығы, Б ені, яғни А ұзындық, Б ені, П дегеніміз периметр. Тік төртбұрыштың периметрі оның ұзындығы мен енінің 2 еселенген қосындысына тең. Яғни мынау математикадағы ереже, ал мынау әріпті өрнек арқылы, теңдік арқылы жазылса, ол формула деп аталады дедік. Ал кеттік. Квадрат. Барлық қабырғалары тең тік төртбұрыш. Мынау да жаңағы тік төртбұрыш, бірақ бұл жолы қалай? Қабырғалары тең бір-біріне. Көріңіздер, жаңа бізде мына жер Б болса, мына жер А болған. Мұнда екеуі де А. Онда бұл А мен А тең дегенді білдіреді. Онда біз мұнауда А болса, оны А-ны 4 рет қосып жатпай, 4-ге көбейте салған квадраттың периметрінің формуласы. Келесіге кеттік. Бізде келесі тік төртбұрыштың ауданының формуласы. Тік төртбұрыштың ауданы оның ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең. Жаңа мына жақта ұзындық пен енін не істейміз? Көбейтеді екенбіз. Мұндағы S тең А көбейтілген Б. Мұндағы S тік төртбұрыштың ауданы. Енді кеттік. Квадраттың ауданы оның қабырғасының квадратына тең. Яғни бізде мұнда А Б дедік қой. Бұнда мына жерде А көбейту А. Сонда бұл А квадрат деген білдіреді. Кеттік. Енді жолдың формуласы өздеріңіз білетіндей жылдамдық пен уақытты көбейтіндісі. Жылдамдық пен уақыттың несі? Көбейтіндісі. Мысалы, Талдықорған қаласынан Алматы қаласына көлік, мысалы 100 км/сағат жылдамдықпен 3 сағат жүріп барды. Алматы мен Талдықорғанның арасы қанша километр? Яғни сіз 100 бен 3-ті көбейтіп 300 км дегенді табасыз. Сол секілді. Яғни бұнда S жүрілген жолдың ұзындығы, немесе қашықтық деп айтамыз. Жылдамдық деген, яғни 1 сағатта немесе 1 уақыт мөлшерінде қанша ұзындыққа барылады? 1 сағатта, немесе 1 минутта, немесе 1 секундта қанша қашықтыққа барылады? Сол яғни Т дегеніміз уақыт, қозғалыс уақыты. Яғни жаңағы жүру барысында қанша уақыт жіберді? Сол Т мен жазылады. Жол жылдамдықтың қозғалыс уақытына көбейтіндісіне тең. Бұл ереже анықтамасы. Жолдың формуласынан белгісіз көбейткішті табу ережесі бойынша мынаны табуға болады екен. Яғни В тең S бөлінген Т. Яғни жылдамдық белгісіз болса, жолды уақытқа бөліп те табуға болады. Немесе уақыт белгісіз болса, жолды жылдамдыққа бөле аламыз.
Келесі заттың құнының формуласы дейді. Заттың құнының формуласы. Заттың құнының формуласы, яғни оның бағасы мен санын көбейтеді екенбіз. Мысалы, бағасы мен саны, мысал үшін картошка 300 кг. Мен 3 кг алсам, мен 300 бен 300-ді көбейтем, мен құнын шығарам 900 теңге. Яғни барлығы қанша теңге жұмсадым деген. Тік бұрышты параллелепипедтің көлемі, яғни бұл жәшік тәріздес фигура. Көлемі оның ұзындығы ені мен биіктігіне, яғни табаны ұзындығын ені мен биіктігіне көбейтінге тең. Ұзындығын еніне көбейтсек бізде табанында ауданы шығатын еді. Яғни ауданын биіктікке көбейтіп те көлемін табуға болады. Яғни В тең бізде жаңа А көбейтілген Б деген ауданын береді, көбейтілген С деген биіктігін береді. Сонда бізде мынаның көлемі шығады екен. Ауданды биіктікке көбейтсек не шығады? Көлем шығады. Немесе ұзындық ен биіктік үшеуін көбейтеді екенбіз. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табу үшін, яғни жәшік тәріздес фигура параллелепипед дегеніміз. Кубтың көлемі оның қырының кубына тең. Мұнда А, Б, С үшеуі үш түрлі болса, мұнда барлық қабырғасы тең деген сөз ғой. Яғни биіктікте, ұзындықта, ені де бәрі-біріне тең болғанда, ол А өзін үш рет көбейтсе, ол А-ның кубы болып есептеледі. Кеттік. Ескертулер. Формуладағы шамалардың мәндері бірдей өлшем бірлігіне келтіріліп, формулаға қойылады. Формулаға өлшем бірліктері жазылмайды формулаға. Және мұнда ескерте кететін формулаға қойылады дейді. Қалай? Бірдей өлшем бірлігіне келтіріп. Мысалы, бізде кейбір есептер болады, біреуі сағатпен, біреуінің өлшем бірлігі минутпен беріледі. Ондай кезде бірдей өлшем бірлігіне келтіру ұсынады. Ары қарай кеттік. Енді есептер шығару практика барысында көрсетейік. Мұнда бұл қайдан шықты десеңіздер, түсіндіріп жіберейін. Мынау үлкен куб, бұның қыры 6 сантиметрден. 6 сантиметрден бұл 216 бұның көлемі. Мұнаның үлкен кубтың көлемі 216. Осыны мен кішкентай көлемі 2 сантиметр, ұзындығы қыры 2 сантиметр болатын кубтарға бөлсем, бұл қанша кубқа бөлінеді? Мұна үлкен кубтан қанша куб алуға болады? Яғни бөлшектеп турасақ. Сол кезде біз оны қалай таптық? Мен үлкенін тауып алдым 216, кішісі 8 сантиметр куб, үлкені 216 сантиметр куб. Оларды қанша табу үшін мен 8-дікке бөлсем, онда әрқайсысы қанша штук шығады бізде? 27 штук. Бұл 216-ны мына 8-ге бөлу арқылы шықты. Яғни 27 кубқа бөлуге болады. Ары қарай кеттік. Тік бұрышты параллелепипедтің ұзындығы 12 сантиметр, ені 9 сантиметр, және биіктігі 5 сантиметр. Көлемін табыңдар. Бұған бізде дайын формула бар, В тең А, Б, С. Бізде 12, ұзындығы ені 9, биіктігі 5. Бұларды көбейтсек, қанша шығады? Бізде 540 сантиметр куб. Келесі екінші есепке кеттік. Екінші көлем бар бізде. В тең көлем 72 метр куб дейді. Биіктігі 3 метр дейді. Ал мына 72 метр куб деген қайдан шықты бізде? А, Б, С-дан шықты. Солай ма? Сонда біздің А, Б, С деп отырғанымыз мына 72 метр кубқа тең. А, Б, С 72 метр куб. Так, форма кубты жазбай тұра тұрайын, өлшемін. Биіктігі 3 метр. Сонда бізден С-мыз 3 метр болып тұр. А, Б көбейтілген 3 метр. Сонда менде 72 шығып жатыр. Бөлменің еденінің аудан табыныр. Яғни А көбейтілген Б деп отырғанымыз аудан ғой. Сол А, Б-ны тапсақ жеткілікті. Ал А, Б-ны қалай табамыз? 3 белгілі көбейткішті мына жаққа не істейміз? Бөлеміз. 72 бөлінген 3. Сонда А, Б ауданымыз шығады біздің 24 метр квадрат. Бұл S тең А, Б. Бізге осыны сұрап отыр. Ары қарай кеттік. Келесі есепке кеттік. Егер балмұздақтың құны
екі балмұздақтың құны 240 теңге болған. Егер балмұздақтың бағасы 30 теңгеге арзанданса, 40 балмұздақ неше теңге болады дейді. 40 деп қойған, 4 балмұздақ, кешірім сұраймын. Бізде мында С белгілі 240 теңге дейді. Және 2 балмұздақ дейді. Ол N, иә, 2 балмұздақ. Онда біздің құнның формуласы С тең AN. Онда бізде белгілі, бізде 240 тең орнына қоятын болсақ, А белгісіз, N белгілі, ол 2-ге тең, иә. Бұдан А неге тең? Қандай санға 2-ні көбейтсек 240 шығады. Әрине, оны табу үшін сіз 240-ты 2-ге бөліп 120 деп мұнда жазып қоясыз. Жазуым өте кішірек болып бар. 120 теңге. Енді осы 30 теңгеге арзандаса қанша болады біздің мороженое, балмұздақ? 120-дан 30-дан естейміз, аламыз. Сол кезде 90 теңге болады. Арзандады 30 теңгеге. 4 балмұздақ неше теңге болады? Тағы да осы формула бойынша таба аламыз. С тең 90 көбейтілген 4, ол бізде 360 теңге болады. Келесі есепке кеттік. Суретте ABC үшбұрышы кескінделген. ABC үшбұрышы. ABC үшбұрышын тік төртбұрышқа дейін толықтырыңдар дейді. Тік төртбұрышқа дейін толықтырыңдар дейді. Ананы былайынан тік төртбұрышқа толықтыратын болсақ, тік төртбұрышқа толықтырдық, иә. Тік төртбұрыштың ауданын табыңдар. ABC үшбұрыштың ауданын табыңдар. Енді бірінші, екінші, бірінші біз тауып алайық тік төртбұрыштың ауданын. Енді біз қарасақ, бұнда тік төртбұрыштың ұзындығы, мына қабырғасы 4 пен 8-ді қоссам, S тік төртбұрыш. Аудан S әрпімен белгіленеді ғой. Ұзындық, бізде ұзындық 4 қосылған 8 көбейтілген ені болу керек. Бізде еніміз қаншаға тең? Ені мында тұрғанмен, ол бізге мыналармен тең ғой, мына үшеуі. Ол 6. Сонда 4-ке 8-ді қоссам 12, 12-ге 6-ны көбейтсем бізде 72 сантиметр квадрат. Ары қарай не істеймін? Бізге енді ABC үшбұрыштың ауданын табу керек. Мынаның ішін ғана табу керек. Ол үшін не істеуге болады? Біз мына фигураны, мына төртбұрыштың ауданын тауып, бізде қазір бар өлшемі, бұлай 6, бұлай 4. Бізге бұл 6 мен 4-ті көбейтсек, біз мына төртбұрышты толығымен тауып қоямыз, ал бізге мына жағын алып тастау керек. Онда не істеймін? 2-ге бөліп тастаймын. Сол кезде S, түсін ауыстырып алайын. S үшбұрыштың ауданы мына. 6 мен 4-ті көбейтемін. 6 мен 4-ті көбейтіп, 2-ге бөліп тастаймын. 2-ге бөлу себебін айттым, иә? Біз 6 мен 4-ті көбейтсек 24 деп, мұнаның толық ауданын тауып қоямыз. 2-ге бөлсек, мұна жартысын біз табамыз. Сонда 6 бөлінген, 6 4 24, 24-ті 2-ге бөлсем 12 сантиметр квадрат. Яғни мұна жағын алып тастаймыз. 72-ден 12-ні. Енді мына жақ үшбұрыш тауып алайық. Екінші мына жақ үшбұрыш, оң жақтағы. 6 мен 8-ді көбейтеміз. 6 мен 8-ді көбейтсек, біз мұнаның ішін толығымен тауып қоямыз, ал бізге мұна жағын алып тастау керек. Бұл үшін 2-ге бөлеміз, иә? Сонда 6-8-іміз 48. 48-ді 2-ге бөлсек, бізде 24. Енді біздің ABC үшбұрышының ауданын табу үшін SABC деп қойын. Ана төртбұрыштың ауданы 72. Осыдан азайтамыз. Мына 12 мен 24-ті қосып алып тастаймыз. Немесе екеуін жеке-жеке азайта саламыз. Қанша болады? 72-ден 12-ні алсақ 60. 60-тан 24-ті алсақ бізде 36 сантиметр квадрат деген шығады. Келесі есепке кеттік.
127 есеп. Аңшы иті қоянды 16 метр секунд жылдамдықпен қуды. Қоян одан 12 метр секунд жылдамдықпен қашты. Ит қоянға 13 секундта қуып жетті. Алғашқыда қоян иттен қандай қашықтықта болды? Есептің шешу өрнегіндегі 4 санының мағынасы қандай? Енді осыны қарастырайық. Қандай қашықтықта болғанын тауып алайық бастында. Мынау 16 метр секунд жылдамдықпен қуды, мынау 12 метр секунд жылдамдықпен қашты, қалай болады? Мынау қуып жеткен кезде шамамен алайық, мысық қашты, 13 секунд мына жаққа дейін қашып барды, мына жерге келді мысық. Иттің де қуып жеткен жері шамамен осы жер, екеуі осы жерде қуып жетті, мысық мында ұсталды. Енді бұл мына жерге дейін не істеді? Мысық мына жерге дейін жүріп барды, ит мына жақтан бастап жүріп келді. Енді бұл ит мысықтың жүрген жеріне дейін бір жер жүріп өтті ғой. Осы жерді сұрап жатыр бізден. Енді бұны қалай істейміз? Бұнда не жасаймыз, Ол үшін не істейміз? Бізде жылдамдық 16 метр секунд. Бұл не? Жылдамдық. Бұл жылдамдық. Иттігін бойынша айтатын болсақ. Ал бұның жүрген уақыты екеуі де 13 секунд жүрді. Мына мысықта В мысық деп қойың. Мынау В ит. Итте Т ит. Жазып қойыңызшы. Мысық. Мысықтың жылдамдығы 12 метр секунд. Оның да жүрген уақыты Т-ма, бұл да 13 секунд. Енді бұл қалай болды? Осыны қарастырайық, Мына ит мына жерге дейін 13 секундта қанша жол жүрді? Осыны табайық. S тең В көбейтілген Т еді, біздің формула. Сонда 16 мен 13-ті көбейтсек, бізде қанша шығады? 16 мен 13-ті көбейтсек, мына жаққа шығарайын. 16 көбейтілген 13, 348, мына жақта 16. Қанша болады? 8, 0, бір ойда 208 екен. 208 метр жүрген. Ит, мысықты қуып жеткенге дейін, мына жерге дейін 208 метр екен. Ал мысықтығын табайық. S мысық, В көбейтілген Т орнына қоятын болсақ, 12 көбейтілген 13. 12 мен 13-тің көбейтіндісі бізде қанша? 130, 156. Тең 156 метр. Мына жерге дейін 156 метр жүрген. Ал ит мына жақтан былай қарай 208 метр жүрген. Сонда бізге ит мына қуып жеткенге дейін емес, мысықпен бастапқыдағы иттің арасы қанша метр болған? Мынау түгелімен 208 метр, мына жағы 156 метр болса, не істеймін? Мына арақашықтықты табу үшін 208 метрден 156 метрді азайтам. Сонда бізде қанша метр шығады? 2, бір мына жаққа 19, 19-дан 15-ті алсақ, 200 бізде 52 метр, Онда біздің арақашықтық 52 метр болды. Келесі есепке кеттік. Келесі есеп. Мында сұрақ қалып қалды. 4 санның мағынасы. 4 санның мағынасы бұл қуып жету жылдамдығы. Қуып жету жылдамдығы, яғни 16-тан 12-ні алсақ, бізде 4 метр секунд бұл иттің қуып жету жылдамдығы.
біз басында былай да істей салуға болар еді. Басқа түспен шығарайын. Иә. Біз мына 16-тан 12-ні азайтып, иә, қуып жету жылдамдығы 16-тан 12-ні азайтып, 13-ке көбейтсек те болар еді. Яғни неге 16-тан 12-ні азайттық? Мысықтың, иттің жылдамдығын мысықтың жылдамдығын алып тастасақ, 4 метр секунд артық, иә, ол қуып жету жылдамдығы болып табылады. Сол жылдамдыққа мына уақытты көбейтсек, біздің мына жерге дейін қанша жол жүріп өтетінін табуға болады. Келесі есепке кеттік. Тік төртбұрыш пішінді су қоймасының ұзындығы 45 метр, ені 38 метр. Оның жиегінен 2 метр қашықтықта қоршау жүргізілді. Қоршаудың ұзындығы неше метр, иә? Бізде төртбұрыш пішіндес су қоймасының ұзындығы 45 метр, ені 38 метр дейді. Осының сыртынан қоршау жүргізілді. Ол жиегінен 2 метр қашықтықта. Басқа түспен алайын. 2 метр қашықтықта. Сонда мына аралық 2 метр, мына жағда 2 метр, былай да 2 метр, былай да 2 метр деген сөз. Так, кішкене ашайын. Осы сыртындағы қызылдың ұзындығы. Бізге ішінде жасылдың ұзындығымен енін беріп қойған. Бізге сыртындағы қызылдың периметрін табу керек, қызыл төртбұрыш. Иә, кеттік онда. Тік төртбұрыш пішінде су қоймасының ұзындығы 45 метр. Мына жеріміз 45 метр. Ені 38 метр. Енді бізде мына аралық былайнан, көк тұсылайын. Былай 2 метр, мына аралық 2, былай да 2, былай да 2, былай да 2. Сонда мына 45, мынаның енін табу үшін не істеймін? Мына 38-ге мына жағынан 2 қосылады. Мына жерге 38 мына аралық. Мына жер 2, мына жер 2, сонда мынаның ені қанша болады? Қызыл қоршаудың ені 38-ге, мен былай жаза тұрайын әзірше, Б ені болсын, Б ені 38-ге 2 жағынан 2 рет қосылады, сонда бізде 42 метр болды ені. Ұзындығы қанша болады бізде? Ұзындығы қазір 45 болып тұр, бұның да 2 жағынан 2 қосылады, мына 2 қосылады, мына 2 қосылады, бізде қанша болады? 49 метр болады. Осының периметрін тап дейді, яғни қоршаудың ұзындығы дегеніміз периметрін тап деген сөз. Периметрін табу, ол 2-ге көбейту, ұзындықпен енін қосып. 42 қосылған 49. 42 мен 49-ды қоссақ, бізде 91, 91-ді 2-ге көбейтсек, 182 метр қоршау екен. Келесі есепке кеттік. Квадрат пішіндес қаңылтырдан ені 5 см тік төртбұрыш қиылып алынғанда ауданы 150 см квадрат қаңылтыр қалды. Бізде мынандай квадрат еді. Мынау квадрат еді, барлық қабырғасы тең еді. Осыдан ені 5 см. Ені басқа түсілайық. Ені 5 см тік төртбұрыш мынадан қаңылтыр қиылып алынды. Осы қиылып алынған кезде қалған аудан 150 см квадрат болды дейді. Кеттік, арқада есептеу қалай болатынын көрейік. Бастапқыда бұның аудан белгісіз, алғашқы аудан табыңдар, онда бұл бастапқыда мына қабырғасы да x, мынау да x. Бұның ауданы қанша онда? S тең x квадрат еді. Солай ғой? X пен x көбейтіледі бұның аудан табу үшін. Енді осыдан 5 см тік төртбұрыш қиылып алынды. Оның ауданы қандай болады? Мына жері 5 болып қалады, Мына жері мынау 5 болса, мына жағында қанша қалады?
мына x-тан мына 5 не істеледі? Азайтылады. Сол кезде ені x азайтылған 5 болып қалды. 5-ті азайтып тастадық мына жағынан. Ал мынау x күйінде тұра береді, ана жер. Сонда бізде қиылып алынған қаңылтыр мынандай еді. Немесе, мынау бізге қалған қаңылтырды жазу керек. Мынаның ені x алынған 5, ұзындығы x. Сонда мен бұның ауданын табу үшін x көбейтілген x азайтылған 5 деймін ғой. Ал менде бұл қалғаны, қалғаны менде 150 см квадрат. Сонда мынау 150 см квадратқа тең болса, онда біздің x қаншасы оны табу керек. Содан кейін мынаны таба салуымыз керек. X қалай табылады? Біз әлі бұндай теңдеуді шешуді өткен жоқпыз. Бірақ біз іріктей аламыз, 150 болып тұр көбейтіндісі. Қандай сандарды көбейткенде 150 ойланып көрейікші. Мысалы, біз 2 мен 75-ті көбейтсек 150. Іріктеу тәсілі. Басқа түспен жазайын. Екінші 3 пен 50-ді көбейтсек 150, 4 көбеге бөлінбейді. 5 пен 30, 150. Одан кейін бізде қайсы? 6, 6-ға бөлсек қанша? 6 мен 25 көбейтсек 150. Бірақ енді қарайық. Мына жерде x-тің орнына екеуінің айырмашылығы біреу 5-ке кіші, яғни 5-ке азайтқан кезде, мұнда ондай бар ма бізге 5-ке азайтқанда? 30-дан 5 шығу үшін 25-ті азайту керек. Мұнда 6-дан 25 шығу үшін 19-ті азайту керек. Ары қарай жалғастыра берейік, Келесі бізде 10 мен 15 көбейтіп көрейікші. 150. Мына жерден шығайын деп тұр. Яғни x-іміз 15 болса, мына жерде 5-ті азайтсақ, мынау x азайтылған 5 дегенге келіп тұр, Сонда бізге керегі x-тің мәні. Онда біз 15-тің квадраты. Бұл 15 көбейту 15 деген сөз еді ғой. Бұл 225 сантиметр квадрат. Келесі есепке кеттік. Асқаттың 500 теңге ақшасы болды. Ол бағасы 25 теңге 7 дәптер және бағасы 80 теңге 3 қаламсап сатып алды. Не белгісіз? Сұрақ қойыңдар дейді. Мұнда қоюға болады, қанша теңгесі қалды, немесе қанша теңге жұмсады Асқат, Осы екі сұрақ қоюға болады. Белгісіз сол, қанша теңге жұмсағаны белгісіз, немесе қанша теңге қалғаны белгісіз. Соны табайық ендеше. Сұрақты өзіміз қойдық есепке, Олай болса, ары қарай кеттік. Асқаттың 500 теңге ақшасы болды. Бағасы 25 теңге 7 дәптер. 25 теңге 7 дәптерге қанша теңге жұмсаған тауып алайық алдымен. Дәптер, осы дәптер, дәптердің құны. 25 теңгеден бағасы көбейтілген саны. Баға мен санды көбейтеміз. 140, 175 теңге. Және бағасы 80 теңге 3 қаламсап сатып алды дейді. Қаламсап. Бағасы көбейтілген саны. Бұл 240 теңге жұмсаған екен. Енді осы екеуін қосамыз. Нені табу үшін? Жалпыны табу үшін. Қаламсап пен дәптердің құнын қоссақ қанша болады? 240 қосылған 175. Қанша болады бізде? Бізде шығады 240 315 теңге шығады, Кешіріңіздер, 415 теңге шығады, 415. Бұдан ары қарай шығады, қанша шығады? Бұл 415 теңге шықты, жұмсаған ақшасы. Енді бізге қалған ақшаны табу үшін жалпы ақшадан 500 теңгеден жұмсаған 415 теңгені азайтамыз. Сол кезде бізде 85 теңге қалды.
мынау 415 теңге жұмсады. Келесі есепке кеттік. Келесі есеп 41 дециметр куб 41 сантиметр кубтарға бөлінді. Егер осы 41 сантиметр кубтарды бірінің үстіне бірін қойып мұнара құрастырсақ, оның биіктігі неше метр болар еді дейді. Мынау бізде дециметр, 1 дециметр куб. Осыны алдықтағы біз 1 сантиметрлерге бөлдік. Ол андай ұсақ бөлдік мұнан бәрін. Былай да бөлдік. Былай да бөлдік. Былай да бөлдік. Сол кезде мынандай кішкентай кубтар пайда болды, кубиктар. Сонда бізде мында 1 дециметр, мынада 1 сантиметр. А біздің 1 дециметрде неше сантиметр бар? 10 сантиметр бар. Сонда мына кубиктің әрбір қыры 10 бөлікке бөлінді. Сол кезде бізде жалпы көлемін таба саламыз. Сонда бізде былай 10 кубик, былай 10 кубик. Былай 10 кубик, былай 10 кубик, биіктік 10 кубик. Онда бұл көлемін тауып аламыз. Бұл А куб еді. 10-ның кубы қанша болады? Бізде 10-ды өзін 3 рет көбейт деген сөз. Қанша болады? Бұл 1000 болады. 1000 сантиметр куб. Енді алып бұл өте ұсақ 1 сантиметр кубтар. Бұның үстіне бірін қойып беретін болсақ, бұның биіктігі 1000 сантиметр болады. 1000 сантиметр болады. Ал бұны метрмен сұрап жатыр бізде 1 сантиметр, 1 метрде 100 сантиметр бар. Сонда біз бұны метрге айналдыру үшін 100-ге бөлсек, қанша бізде 10 метр шығады. Бұл жауабында. Келесі есепке кеттік. Қай тұжырымдама тура? Кез келген тікбұрышты параллелепипед куб болады дейді. Кез келген тікбұрышты параллелепипед куб бола бермейді. Кез келген куб керісінше параллелепипед болады. Онда мынау бізде тұжырым керісінше, кері тұжырым қате. Кез келген квадрат тіктөртбұрыш болады. Бұл дұрыс, Кез келген квадрат бізде барлық қабырғасы тең тіктөртбұрыш, Тікбұрышты параллелепипедтің қарама-қарсы жақтары тең. Тікбұрышты параллелепипедтің қарама-қарсы, яғни жәшіктің қарама-қарсы жақтары тең бізде. Кез келген куб тікбұрышты параллелепипед. Кез келген куб, кішкентай кубик, ол жәшікке ұқсас, параллелепипед дегенде жәшікке ұқсас фигура дедік қой. Жәшікке ұқсайды, ол плюс. Дұрыс. Кез келген тіктөртбұрыш квадрат дейді. Кез келген тіктөртбұрыш квадрат бола бермейді ол. Сонда бұл қате. Келесі есеп. Келесі есепке кеттік. Суреттегі қорапшаны қыры 1 сантиметр кубтармен толтыру керек. Қорапшаны толтыру үшін неше куб керек? Мұнда бізге көрсетіп қойған мына жағына қанша куб кететінін, Бұлайынан бізде қанша куб тұр? Кубик тұр. Бұны А ұзындық деп алайық, немесе ені деп алайық, Айырмашылық жоқ. 3 кубик тұрның жағында. Ал ұзындығында қанша кубик тұр? 1, 2, 3, 4, 5. 5 кубик тұр. Енді бұлайынан санайық биіктігі. Биіктігі қанша кубик екен? 1, 2, 3, 4, 5. 5 кубик. Қорапшаны толтыру үшін неше куб керек? Яғни бұның несін табу керек? Көлемін табу керек. В тең А, Б, С формасы бойынша 3 көбейтілген 5, көбейтілген 5 тең бізде 75 сантиметр куб, яғни осынша шар керек бізге. Қорапшаның көлемі неше куб сантиметр, яғни 75 куб сантиметр. Көлемі бізде тапқан. Енді мұнан толтыру үшін неше куб керек? Толтыру үшін неше куб керек? Оны табу үшін 75-тен бізге толық болған 75 қой. Осыдан барды азайтып тастайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Осы 11-ді азайтып тастайық. Сонда бізге толтыру үшін әлі 64 шар керек. Ішінде 11 шар бар. Ал көлемі 75 сантиметр куб. Келесі есепке кеттік. Ұзындығы 75 метр, ені 30 метр тіктөртбұрыш пішінді жер телімін қоршау үшін қадалар қағылды. Қадалар тіктөртбұрыштың бұрыштарына және қабырғалары бойына әрбір 3 метр арақашықтықта қағылды. Жер телімі 5 қатар сыммен қоршалды. Тіктөртбұрыш пішінді жер телімін қоршау үшін неше қада қағылды?
жер телімі барлығы неше метр сыммен қоршалды. Енді бізге мынау бойынша неше метр сыммен қоршалған таба алу үшін ұзындығы берілген, ені берілген, не істеу керек? Қаданы есептемес бұрын сымды тауып алайық, қоршалған. Ол үшін не істейміз? Ұзындығы 75 метр, периметрін тауып аламыз. Яғни бір айналып қоршаған сымы қанша екенін тауып аламыз? 75 қосылған 30, ұзындық пен енін не істейміз? Қосып 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде 105 тең бізде 210. Бұл бір айналып жасағаны. Ал бізде 5 қатар сыммен қоршалған, 5 қатар, мынау бір қатардікі ғана. Онда не істейміз? 210-ды 5-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде шығады 1000, 205, 1000, 10-ды 5-ге көбейтсек 1050, Келесі есеп, 1050 метр сым керек болды. Енді бізге қадаларды есептеу керек. Осыда кішкене көп оқушылардың жіберетін қатесі мынау. 75 метр арасы 3 метр ара қашықтықта. Мынау 75 метр болса, осының ара қашықтығы 3 метр болса, біз қанша аралыққа бөледі ол? Қанша қада керек мынаған? Соны ойланайық. Біз қазір мынаны 3-ге бөлсек, біз қалай есептейміз? Арасын 3 метрден бөлсек, бұл 25 қада деп есептейміз. Былайдан келет. Бізде біз бастаған жерімізді 0 деп баста кетеміз. Сол кезде барлығы қазір біз 25 деп есептеп қаламыз. А мына бұрышта бізде 26 бар. Осыны ұмытпайық. Сонда бізге мына жағына 26, мына жағына 26. Енді кеттік. Мына жағында 30-ды 3-ге бөлсек, мына жағына 10 қада деп есептейміз. 10 қада бұл жағы қалай болады? Мына жағын 10-ға бөлсек, бұл жағынан да қанша шығады бізде? 3-ге бөлсек 10 шығады, мына жағынан 10 шығады. Сонда бізде қанша шығады? Мына жағынан 10, мына жағынан 10. Бірақ бұл шетінде мына тұрған қаданы және мына тұрған қаданы мына қатарда, мына ұзындықтарында есептеп кеттік. Сонда бұл жағынан мына орталарына 8 қада қойылды деп есептейміз. Мына жағында да 8. Өйткені мына тұрған қада мына жаққа есептеліп тұр. Бұны мына жаққа есептемейміз сонда. Сонда мына жағында да 8. Сонда 26 қосылған 26 қанша болады бізде? Сонда бізде мына жағынан жалпы қанша қада шығады? 70 қада қалғаны шығады. Ары қарай кеттік есебіміз. Келесі есеп. Сурет бойынша АБЦ үшбұрышының ауданын табыңдар дейді. Бұның үшбұрыштың ауданын табу үшін біз бастапқыда мына түгеліне төртбұрыштың ауданын тауып аламыз. Одан кейін мына үшбұрыштың ауданын табамыз. Одан кейін мына үшбұрыштың ауданын тауып, жалпына төртбұрыштың ауданынан алып тастасақ, бізде мынау қалады өзі. Кеттік, ендеше осыны шығарайық. Бізде жалпы тік төртбұрыштың ауданы қанша болады? Жазып қойын, ТТБ, тік төртбұрыш. Сіздерге түсінікті болатындай. Бізде ол ені 6-ға тең, ұзындығы 14-ге тең. 6 ені, ұзындық 14. Екеуін көбейтсек, 84 сантиметр квадрат. 64. Енді ары қарай мына үшбұрышты қарастырайық. Мынау қарама-қарсы жақтар тең, онда мына жақты да 6 деп жазып қойық. Мына жағы да бізде 14-ге тең. Қарама-қарсы жақтары қандай? Тік төртбұрышта тең. 6 мен 6 тең. Сондықтан енді бізде мына бір жерді табу керек, мына үшбұрыштың ауданын табу үшін. Одан 14-тен 9-ды алып тастасам,
мына жерім қанша екені шығады, бұл 5 екенін табуға болады. Сонда мен үшбұрыштың ауданын табу үшін, үшбұрыштың ауданын табу үшін 6 мен 5-ті көбейтем. 6 мен 5-ті көбейтсем, мен мына жерде мынаны тіктөртбұрыш ретінде тауып қоям. А мынау жартысы ол 2-ге бөл деген сөз. Бөлу 2. Сонда тең менде қанша шығады? 15 сантиметр квадрат. Мына жерім 15 сантиметр квадрат екен. Мына жағын қалай табам? 14 пен 6-ны көбейтіп 2-ге бөле саламыз. Мана үлкен үшбұрыштікі бөлшекпен емес, 14 көбейтілген 6 бөлінген 2 тең қанша болады? 14 6-ға көбейтсек 84, мұнда 84 2-ге бөлсек 42 сантиметр квадрат. Мына екеуін қосып, мынадан алып тастаймыз. Мына үшбұрыштың ауданын табу үшін. S тең жалпы тіктөртбұрыштың ауданы 84 болды. Одан мына үшбұрышты алып тастаймыз, ол бізде 15. Одан қалғаннан мына үшбұрышты алып тастаймыз, сонда бізде 42 аламыз. Сонда бізде 84-тен 15-ті алсақ, бізде қанша шығады? 79, 69. 69-дан 42-ні алсақ, бізде шығады 27 сантиметр квадрат. Суреттегі бірінші, екінші, үшінші және төртінші квадраттар. Квадрат білеміз, барлық қабырғасы тең. Ал бесінші тіктөртбұрыш, мұнау. Квадраттың периметрі мұнда бірінші квадраттың периметрі 32 сантиметр. Бұл 32 сантиметр болса, P бірінші деп қойын, бұл 32 сантиметр болса, бұнда қабырғасын табу керек, бізге ең табу керек нәрсе мына жерде квадраттың ауданын табыңдар дейді. Нөмір 4, мынаның ауданын табу керек. Ол үшін маған мынаның қабырғасы керек. Ол қабырғасын табу үшін мына қабырға керек, және мына 5-тің ені керек. Мына 5-ші тіктөртбұрыштың ені керек. Мына нөмір 3 квадраттың несі керек? Қабырғасы керек, Ал бізге мынаның ауданын беріп қойған, ал ауданын берген бізге табу керек. Ал бізге мыналардың қабырғаларын табу арқылы мына тіктөртбұрыштың ұзындығын табамыз. Сол ұзындық арқылы мына енін табамыз. Содан мына қабырға мен мынаның енін қосып, мына тіктөрттің қабырғасын табамыз. Соны квадраттасақ, бізге мынаның ауданы шығады. Ал кеттік, ол үшін бәрін тауып шығу керек. 32-ні не істейміз? 4-ке бөлеміз. Өйткені мынаның қабырғалардың бәрі тең, сондықтан 4-ке бөлсек, бір қабырғасының ауданы шығады. Бір қабырғасының ұзындығы шығады. Сонда бізде А тең 8 сантиметр. Мынау 8-ге тең тауып алдық. Нөмір 2-ні табайық. Бұл 24-ке тең. P2 24 сантиметрге тең. Ал оны табу үшін бұнда 24-ті 4-ке бөлеміз. Сол кезде 6 сантиметр шығады. Бұның қабырғасы, нөмір 2-нің қабырғасы 6 болды. Нөмір 3 квадрат, бұда аудан берілген. S3-тің ауданы 25 сантиметр квадрат. Ал бұл А тең 5 деген сөз, А тең 5 сантиметр деген сөз. Мынау 5-ке тең. 8, 6, 5. Енді бізде 5-ші тіктөртбұрыштың ауданы 133 сантиметр квадрат. Бұл S5-тің ауданы 133 сантиметр квадрат. Енді мен бұның ұзындығын таптым. Ұзындығы 8 қосылған 6 қосылған 5 қанша болады? Бұның ұзындығы 11, 19. Сол арқылы естем мынау Б болсын, мына жеріміз Б болсын. Бұны табу үшін естеміз, мына ауданды ұзындыққа бөлеміз. Сол кезде бізге ені шығады. 133-ті 19-ға бөлсек, бізде қанша шығады? 17 шығады. 7 шығады, кешіріңіздер. 7.
Мына жеріміз 7-ге тең болды. Мынау 5-ге тең болды. 7 мен 5-ті қоссақ 12. Сонда S4-тің бізге несі керек? Ол 7 қосылған 5-тің квадраты болады. Сонда 7 қосылған 5-іміз бізде 12, 12-ні квадраттау деген сөз өзіне өзін 2 рет көбейді. Бұл 144 сантиметр квадрат. Келесі есепке кеттік. Жауған жаңбырдан су қоймасының әрбір 5 метр квадрат ауданына 350 литр жаңбыр су жиналды. Жаңбыр су мен қоймасындағы су деңгейі неше сантиметрге көтерілді? Бұны қалай табамыз? 5 метр квадрат ауданға 350 литр жаңбыр су жиналған. Бұны қалай табамыз? Ал кеттік. 5 метр квадрат ауданына 350 литр жаңбыр суы жиналды. Бізде кеттік, мұнда қалай болады? Бізде 350 литр су дегеніміз, бұл 1 литр су, 1 литр суда, 1 литрда бұл 10 сантиметр кубқа келеді. Яғни бұл 10-ның кубы, яғни 1000 сантиметр кубқа сәйкес келеді. 1 литр су. Ендеше менің мынада 350 литр суда, қараңдар, 350 литр суда қанша куб бар? Осыны 1000-ға көбейтсем 350 000 сантиметр куб ба, Мына жағында мына метр квадратпен берілген. Онда бұны да сантиметрге айналдырсам, 5 бұл 50 000 сантиметр квадрат болады. 50 000 сантиметр квадрат көбейтілген. Мына жақта көлем шығып жатыр, куб болып, мына жақта квадрат. Онда биіктікті табу керек, бұл x сантиметр болсын. Сонда мына сантиметрлер теңеседі, куб болып. Бұлар қысқарады әрине. Қысқарады. Онда әлі қысқартуды өткен жоқпыз. Кешірім сұраймын. Басқалай түсіндірейін. X сантиметр. Сонда бізде болады 50 000 x тең 350 000. Бұдан x тең 350 000-ді не істейміз? 50 000-ға бөлеміз. 350 000 бөлінген 50 000 тең болады қанша? 350 000-ді 50 000-ға бөлсек қанша? Бізде 7 ғана қалады. Сонда 7 сантиметрге көтерілген су. Келесі есепке кеттік. Тік бұрышты параллелепипедтің енінен ұзындығы 3 есе артық, ал биіктігі 2 есе кем. Бізде не бар? Ен бар, ұзындық бар, биіктік бар. Үшеуін жазып алайын. Бізде үшеуі де берілмеген, бірақ теңдеу құру арқылы жасаймыз. Алдыңғы тақырып естеріңізде болса, теңдеу құру. Мынаның ішінде ең кішісі қайсысы? Енінен ұзындық артық болып тұр. Ал биіктігі 3 есе кем. Онда биіктік мына енінен 3 есе кем болып тұр. Онда біз ең кішісі биіктік болып отыр. Сонда бұны біз x деп белгілеп аламыз. Ал биіктігі енінен 2 есе кем. 2 есе кем. Мына биіктігі x болса, онда ені 2x деген сөз ғой. Біз мына сөйлем бойынша аға 2 есе кем деп тұр ғой. Мына балалар мына жаққа қарай кетеді да, мына жерде онда біз мынау x болса, мынау x бөлінген 2 деп алар едік. Ол бізге қиындық тудырады қазір. Сол кезде осыны былай керісінше бөлмей ылғи көбейту түрінде жазсақ бізге тиімді. Және ең кішісінен бастап жазсақ, сол кезде мынау көбейтіліп жазылады. Түсінікті? Енді еннен ұзындығы 3 есе артық. Ені 2x болса, ұзындығы 3 есе артық десе, 3 көбейтілген 2x. Бұл қанша? 6x болады. Енді үш өлшемінің қосындысы, мына үш өлшемінің қосындысы, ен ұзындық биіктіктің қосындысы 54 сантиметр дейді.
ендеше мен 2х қосылған 6х қосылған 1х тең 54 сантиметр болса, бізде 6х 8х болады, 9х. 9х тең 54. Бұдан х тең неге? 6 сантиметрге. Яғни біздің биіктігіміз, басқа түспен жазайын, биіктігіміз 6 сантиметр. Мына жерде 6 есе болса, мынау 36 сантиметр. Мынау 2х дегеніміз 2 көбейту 6. 36 қайдан шықты? Мына х-тің орнына мен 6-ны қойып отырмын. Мында да 6-ны қойып отырмын. 2 6 12 сантиметр. Енді бізге көлемін табыңдар дейді. Мынаның көлемін тапқан кезде не істейміз? Мынаның көлемін тікбұрышты параллелепипедтің боялған бөлігін көлемін. Енді суретке қарайық. Біз мына үшеуін көбейтсек, біз мынаның параллелепипедтің толық көлемін табамыз. Ал мынау тең ортасынан бөлінген, онда мынаны тауып 2-ге бөлеміз. Сонда біз бірінші тауып алайық. В тең А көбейтілген Б көбейтілген С. Бұлар А бізде 12-ге, Б 36-ға, С 6-ға тең. Бұдан шығады қанша бізде? Бұдан шығатыны бізде 2592 сантиметр куб. Өздеріңіз көбейтіп алыңыздар, асықпай бағанда бе. Мен оған уақыт кетірген жоқпын. Енді бұны 2-ге бөлу керек. Мұның қазір толығымен таптым дедім. Бұны 2-ге бөле саламын. 2592 бөлінген 2. Бір рет бар. Мынаның ішінде 5-ің ішінде 2 рет бар. Бір қалды қалады. Так, былайынан бірге азайт сайын. 1, 9, 19-ың ішінде 9 бар. 18, 12, 6 рет бар. Сонда 1296 сантиметр куб екен. Боялған бөліктің көлемі 1296 сантиметр куб. Келесі есепке кеттік. Мына есепке кеттік. Мына бірінші кескінделген жәшікке неше қорапша? Мынандай кәмпит сияды. Мынандай қорапша кәмпит, мынаның ішіне қанша сияды? Ал оны табу үшін біз үлкен жәшіктің көлемін табамыз. Кіші жәшіктің көлемін тауып бөлсек, мында қанша сан шығады, қанша сиятыны шығады. Кеттік онда. В үлкен коробка тең қанша? 24 көбейтілген 60 көбейтілген 20. Бұдан қанша шығады? 28800 шығады. Ал кіші қораптан, кіші қораптың көлемі 8, 15, 10. Бұдан шығады бізде 1200. 1200. Енді қанша сиятынын табу үшін біз 28800-ді бөлеміз 1200-ге. Сонда шығады бізде 24 қорап екен. 24 қорап. Осымен тақырыбымыз аяқталды. Бірнеше рет қайталап көріңіз. Сіз осыны үйренсеңіз, өзіңізге де жақсы, маған да жақсы. Бұл видеоны жазуда себебім сол. Сіз бірнеше рет қайталап көре аласыз. Тоқтатып қойып қайталап көресіз. Керек жеріне дейін секірте аласыз. Ал сіз мұғалімге барсаңыз, ол сізге бір рет қайталайды, 2 рет қайталайды, 3 рет қайталайды, ары қарай сізді босатады. Ал сіз мында кез келген уақытта көре аласыз. Түнде, күндіз. Ал сіз мұғалімге барсаңыз, мұғалімге тиімді уақытта ғана бара аласыз. Ал сізге тиімді уақытта сіз оқи алмайсыз. Бұл видео сабақтың бір ғана минусы бар, ол сіз мұғалімге сұрақ қоя алмайсыз. Ал сұрағыңыз болса, мен кез келген уақытта дайымын сұрағыңызға. Ал қалғанын сіз видеодан ала аласыз деп ойлаймын. Рахмет.